Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кинобриф арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2014 жылы шыққан Джон Уик киносы. Егер де қызық болатын болса, артына жазылып лайк басып қойыңыз. Бұл кино Джон есімді жігітпен басталады, яғни ол есін жоғалта бастайды. Джон үнемі сағат 6-та тұрады. Оның есті әйелінің қайтыс болғаны келе береді. Мәйіт кезінде Джонға қарап тұрған кісі Маркус. Ол Джонға еңсеңді түсірме, әрі қарай жақсы өмір сүре бер деп сабырға шақырады. Қонақтар кеткен соң, оған бір бала күшік әкеп тұр. Ол күшік өлген әйелін ұмыту үшін Еленада келіпті. Күшіктің есімі Тейси. Джон оған ерекше қамқор бөлуде, тіптен төсекте бірге жатады. Келесі күні Джон итін тамақтандырады, солай көлікке отырады. Заправкада тұрған сәтте оған Йозеф есімді жігіт келіп, көлігімді маған сатшы деді. Джон болса жоқ деген жауап қатты. Йозеф оның әйнегіне кіріп, итін ұстап кішкене ашуланды. Солай Джон заправкадан кетіп, дрифт жасап үйіне қайтып кетті. Тейси болса Джонды оятып жатады. Сөйтсе оның үйіне бұзақылар кіріп кетіпті. Джон көзін ашып жатқанда күшікті өлтіріп тастады. Осы бұзақылардың біреуі жаңағы заправкада тұрған Йозеф есімді жігіт екен. Джон қайғы мұңмен итін көмеді. Солай ол өзгере бастайды. Бұзақылардан киік алуға көшті. Көлігін іздеу үшін көлікті сататын жерге келеді. Аурелио осы кезде жағдайын күрделеніп кеткен түсіне бастап, Йозефтің тобы Джонның көлігін алып қойыпты деп ойлады. Солай Йозефті ұрып соғады. Сосын Джонға су жаңа көлік береді. Осы бандалардың бастығы Виггоға қоңырау шалып, балаң ауыр жағдайға түсті деп айтады. Солай әкесі Йозефті шақырады. Сөйлеспей жатып ұрады. Себебі Джон өте мықты, бір қаламен бандаларды өлтіріп тастайды деп Йозефке түсіндіріп жатты. Йозефке сенің түбіне жетпей қоймайды деді. Осы жағдайды реттеу үшін Вигго Джонға өзі қоңырау шалып кешірім сұрай бастайды. Бірақ Джон ойланбастан тұтқаны өшіре салды. Вигго осы жағдайға қатысты адам жинай бастайды. Уақыт өткен соң түнге жақын бандалар Джонның үйіне келе бастайды. Джон болса оларды костюм шалбармен жақсылап күтіп алды. Барлығын бірнеше секундта жайратып салды. Екі адамды бірден өлтіре салу оған түкте емес. Осы атысқа байланысты полиция келеді. Полицейский Джонның досы болып шығады. Джонның бұрынғы кезін өте жақсы біледі, сондықтан жайлап кетіп қалады. Осы кезде Джон орындыққа отырып ақшасын санай бастайды. Сосын адамдарды шақырады. Соған бар ақшасын беріп үйін қарауын сұрайды, және олар үйдегі қан, адам өлгендерін іздерін жояды. Қоштасып, Джон өз миссиясын бастайды. Бандиттерінің өліп қалғанын түсінген Вигго Джонды $2 миллион сатып алмақшы болады, және Йозефті Джон баратын жерге жібереді. Ол жерде бандалар Джонды күтеді. Вигго өз кабинетіне Маркусты шақырып Джонды өлтір деп бұйырады. Маркус ойланбастан келіскендей болып көрінеді. Джон болса бар жылдамдықпен Йозефті табуға көшеді. Маркус болса Джонды іздейді. Қонақ үйдің бастығы Харон бұл қонақ үй әлі өзгермеген деді. Осыны естіген Джон бөлме жалдайды. Күні бойы әйелімен бірге болған кездерін қарап отырады. Джон әрекетке көшті, клубқа келді. Винстон есімді танысы бар екен. Винстон болса Йозефті сенімен кездестіреміз деп жатты. Винстон болса Йозефті Джон өлтіріп тастайды деп бұрынғы кезге қайтадан келесің бе деп айтып жатты. Вигго болса ақпарат алады. Джонның қай жерде екенін біліп қойды. Сол клубта Джонды өлтіретін киллер бар екен. Қонақ үйінің ережесінде ұрыс төбелес, атыс шығаруға болмайды екен, әйтпесе көп сомалы шарап күтеді. Винстон Джонға ойлана келе Йозефтің қайда екенін айтып қойды. Джон өз бөлмесіне келіп, қару-жарағын алып өлтіруге дайындалуда. Солай Йозефтің және оның достарының жеріне бара жатады. Джон өзінің бұрынғы танысын көреді де оған Йозефті сұрайды. Танысы жанын сақтап қай жерде екенін айтады. Бөлмелерге кіріп достарын жайрата бастайды. Достар тындырған соң күзетшілерді аяусыз ұрып соғып атып салады. Күзетшілер тіптен Джонды күтпеген еді. Барлығы камерадан қарап отырған сәтте Джон Йозефті көреді. Бірақ бір күзетші оның алдын бөгеп қалады. Клубтың ішінде ақырын ғана, ешкімді шулатпай, күзетшілерді өлтіріп тастайды. Осы кезде ғана Джонды бандалар біліп қояды. Тәкаппар Йозефтің өзі Джонды көргенде бұтына түсіп қоя жаздады. Джон болса тоқтар емес. Кездескен күзетшілер бандалармен қозақ қиратып жатыр. Күзетшінің басын столға қойып бір-ақ атты. Йозеф қыз құсап айқайлап жатыр. Шығар жерді іздеп жатыр. Джон болса мына күзетшіні байқамай өзіне оқ жіберіп алады. Бірақ соған қарамастан жайратып салады. Йозефке осы кезде сәтті болды. Күзетшінің көлігіне отырып алады. Джон болса адамды лақтырып жібереді. Бірнеше уақыттан соң Джон қонақ үйге келеді. Дәрігерге қаралып жатады. Осы сәтте Маркус снайперді орнықтыра бастайды. Маркус Джонның бөлмесін көре бастайды. Бір киллерді көріп қояды да Джонды ояту үшін жастығына оқ атады. Бұл киллер Перкинс есімді қыз екен. Джон ауырып тұрса да оны бір жақты қылды. Өлтірмей Йозефті сұрап жатады. Перкинс болса бір әңгімелерді айтып қуып кетті. Джон шыдай алмай қалдырып тастады. Осы жағдайға байланысты Гарри есімді жігіт келіп қалады. Гарри болса ережені бұзбайық деді. Джон Гарриға Перкинске қарай тұршы деп қалдырып кетеді. Келесі күні Джон өзінің миссиясын орындай бастайды.
барлық күзетшілерді сөйлеместен атып салады. Сосын Виконың ақша жинайтын жеріне келіп, барлық ақшасын өртеп тастайды. Гарри болса Перкинске адамгершілік жайлы жақсы сөздер айтып жатқанда, қыз босатылып, жастыққа тұншықтырып келесі өмірге жібереді. Джон болса Виконың алдынан шығып, күзетшілерін атып жатады. Көлікпен көлік соғылып, Джон ұшып жерге құлап есін танып қалады. Джонды орындыққа қамап күзетшілермен қоршап тұрады. Вико болса жеңдім деп қуанады. Сосын оны ұра бастайды. Бірақ Джонға бәрібір. Джонның әлі миссиясы орындалған жоқ. Оған Маркус көмектесіп қалады. Күзетшілерін снайпер арқылы өлтіреді. Джон Виконың көлігіне тапаншамен атып жатады да, оның қашуына жол бермейді. Вико болса оған уәде береді. Мен саған Йозефтің қайда екенін айтамын деді. Өз өмірін сақтау үшін баласын құрбан етеді. Джон бұған ойланбастан келіседі. Бірнеше уақыттан соң снайпер мен Йозефтің адамдарын өлтіре бастайды. Барлық көліктерді жарып жібереді. Барлығын өлтіріп, Йозефке Джон ашуланып келе жатады да оны басқа өмірге жібереді. Вико болса баласының өлгенін естиді. Джон қонақ үйден кете бастағанда, оған қонақ үйдің атынан бір көлік сыйлайды. Джон мен Маркус кездеседі. Джон оған көмегін үшін үлкен рахмет деп айтып жатады. Осы сәтте киллер Перкинс байқап қалады. Екеуі екі жаққа кетіп қоштасады. Маркус үйіне жете бергенде, оның Виконың күзетшілері қоршап алады. Маркусты ұстап алып аяусыз ұрып соғады. Сатқансың деп айып тағады. Маркус болса ескі гвардиядағы ең абыройлы адам екен. Ұстап тұрған күзетшілерін өлтіріп тастайды. Джон Уик оның өте жақын досы екен. Осы жайтты көріп Перкинс оны басқа өмірге жібереді. Ал Вико ашуланып тағы да атады. Осыны көрген Джон ашуын ұстай алмайды. Перкинс осы жағдайды көріп бастығына айтпақшы болады. Бірақ оны басқа бандалар көріп оны өлтіреді. Винстон Джонға қоңырау шалып Виконың қайда екенін айтады. Джон ашумен өте қатты жылдамдықпен келе жатады. Төбесіндегі күзетшіні де өлтіріп салады. Викоға ой келіп оны көлігіне суға лақтырмақшы болады. Бірақ Джон артқы терезесін сындырып аман қалады. Вико болса орнында жоқ. Викоға қашуға шанс болмады. Вико болса қарусыз жұдырықтасайық деді. Джон келіседі. Солай төбелесте басталады. Басына жекпе-жек тепе-тең болады. Бірақ Джонда тәжірибе көп, сондықтан ұта бастайды. Вико болса пышағын шығарып сөзіне тұрмады. Бірақ Джонға пышақ мәселе емес. Оны кері айналдырып Виконың өзіне қарай тығып алады. Киноның басы негізі осы кез екен. Ол кішкене болсын күш алып, ит сататындарға барып өзіне ұнаған, көңілінен шыққан итті алады. Бірінші фильм осылай аяқталады. Сонымен достар, осымен кино аяқталды. Егер де қызық болса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Бұл бізге видео түсіруге үлкен мотивация болар еді. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы. Келесі видеомызда көріскенше.